Нервтардың мидан шығатын жерін ешқашан ұмытпайтындай етіп жаттап ал. Бірінші жұп ми нерві нервус альфакториус, бульбус альфакториустан шығады. Екінші жұп ми нерві нервус оптикус, ол хиазма оптикустан шығады. Үшінші жұп ми нерві нервус окуляматориус, ол бізде ортаңғы мидың екі аяқшасының арасындағы фосса интерпедикуляристан шығады. Төртінші жұп ми нерві нервус трохлярис, ол бізде френилум вели медуляриден шығады. Ол бізде ортаңғы мидың екі төменгі төмпешігінің астынан шығады. Бесінші жұп ми нерві нервус тригеминус, көпір мен мыйшықтың ортаңғы аяқшасының арасынан шығады. Алтыншы жұп ми нерві нервус абдуценс, ол бізде сопақша мидағы пирамида мен көпірдің арасынан шығады. Жетінші және сегізінші жұп ми нервтар көпір, сопақша ми және де мыйшықтың арасындағы шекарадан, яғни ангулюс понтоцеребелляристан шығады. Тоғызыншы, оныншы, 11-ші жұп ми нервтар сулькус дорзолатералистан, яғни оливаның артынан шығады. 12-ші жұп ми нерві нервус гипоглоссус бізде сулькус вентролатералистан, яғни олива мен пирамиданың арасынан шығады. Видео пайдалы болса, міндетті түрде оны сақтап ал.